Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге керемет бет кремін дайындап көрсетемін. Кремді дайындау үшін бізге бір кішкене ақжелкен шоғыры керек. Ақжелкенді майда бөліктерге бөлеміз. Бұл кремді кез келген тері түріне, оның ішінде сезімтал теріге де қолдана аласыз. Ақжелкенді ыдысқа салып, үстіне 50 мг су құйып, блендермен езіп аламыз. Ақжелкен теріні ағартып, жұмсартады. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Езілген ақжелкенді сүзгіден өткізіп аламыз. Біз керемет ақжелкен шырынын алдық. Сондай-ақ бет кремі үшін зығыр тұқымын қолданамыз. Ыдысқа бір ас қасық зығыр тұқымын салып, үстіне 100 мг су құйып араластырамыз. Зығырды баяу отта 5-7 минут қайнатамыз. Дайын болған зығыр қайнатпасын оттан алып суытамыз. Зығыр гелін алу үшін дәке арқылы сүзіп аламыз. Зығыр тұқымынан жасалған маска бет терісін күтуге арналған тиімді және табиғи өнім. Бұл теріні ылғалдандыруға, әжімдерді азайтуға және оның жалпы жағдайын жақсартуға көмектеседі. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз, және жаңа шыққан рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Зығыр геліне 3 ас қасық ақжелкен шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық алоэ вера гелін қосамыз. Өздеріңіз білетіндей, алоэ вера гелі терімізді өте жақсы ылғалдандырады. Бес тамшы шай ағашы майын қосамыз. Және 3 капсула Е витаминін қосып, барлық ингредиенттерді араластырамыз. Бұл жерде шай ағашынан басқа өзіңіздің сүйікті теріңізге сәйкес келетін майыңызды қосуға болады. Ал Е дәрумені терімізді жасартуға көмектеседі. Дайын болған кремді шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз. Ауысқан ақжелкен шырынымен бетіңізді тазаласаңыз болады. Осылай аймақтар арқылы бетіңізді ақжелкен шырынымен сүртесіз. Бет терімізді ақжелкен шырынымен сүртсек, өте жақсы тазаланады. Бұл терімізді жасартуға және қатайтуға көмектеседі. Сондай-ақ терімізді ағартады. Теріміз кепкеннен кейін дайындаған кремімізді жағамыз. Кремді қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып, 30 минутқа, не болмаса түнгі ұйқыға қалдыруға болады. Бұл кремді көз айналасына жағуға да болады. Көргеніңізге рахмет, сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.